Менің бүгінгі презентациямның негізгі мақсаты оқу әдістемелік құралым, яғни авторлық бағдарлама негізінде тәжірибені тарату. Ә, Өзім Алматы хореографиялық училищесінде география пәнінен сабақ берем. Аты жөнім Анархан Мұстагалиевна Өмірғалиева болады. 30-тан астам жыл стажым бар, және биыл аттестация өтуге байланысты оқу әдістемелік құралымды осы республика бойынша, Алматы қаласындағы аудандар бойынша мұғалімдерге таныстырып, осыны тәжірибемен тарату негізгі мақсатым. Оқу әдістемелік құралымның негізгі тақырыбы география пәнін оқытуда заманауи ақпараттық технологияларды қолдану. Әдістемелік құралдың мақсаты география пәнін оқытуда заманауи ақпараттық технологияларды тиімді қолдану арқылы оқушылардың оқу процесіне қызығушылығын арттыру. География пәнін оқыту сапасын география пәнін оқытуда сапаны арттыру, яғни оқу сапасын, және білім беру үрдісіне инновациялық өзгерістер енгізу. Бұл құралдың құндылығы неде деген сұрақ болса, ол әрине оқытушыларға география пәнінде ақпараттық технологияларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, және білім беру саласындағы заманауи теориялық негіздерді одан әрі дамытуға ықпал етеді. География пәнін оқытуда заманауи ақпараттық технологияларды қолдану атты әдістемелік құралы 10-11 сыныптар, яғни бізде колледжда ол бірінші курс болып есептелінеді. Бірінші курс студенттеріне география пәнінің ішіндегі геоинформатика бөлімін оқытуда қолдануға арналған құрал. Неліктен мен бұл тақырыпты таңдадым? Оның ең бірінші себебі осы тараулардың ішіндегі ең қиынға соғатыны көбіне осы геоинформатика бөлімі болып жатады. Балдарға түсінуіне, оны бағанағы информатикамен байланыстыра отырып жүргізу, яғни қазіргі кездегі соңғы заманауи, яғни өзгерістерді талап етеді. Сол себепті біз өзектілігіне келесі жағдайларды атап өтуімізге болады. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі оқушыларды заманауи ақпараттық қоғамға бейімдеу. Осыған байланысты ақпараттық технологияларды, яғни IT саласында білім беру процесінде қолдану ерекше мәнге ие. География пәні оқушылардың дүние танымын кеңейтумен қатар сыни ойлау, зерттеу және аналитикалық қабілеттерін дамытатын пән болғандықтан, оны оқытуда инновациялық әдістерді енгізу өте маңызды деп есептедім. Бұл оқу әдістемелік құрал екі бөлімнен тұрады. Бірінші ақпараттық әдістемелік бөлім, екінші тұрақтылау бөлімі. Ақпараттық әдістемелік бөлімде жалпы осы барлық әдістер мен құралдар география сабағын ұйымдастыруды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, және осы оқу процесіне заманауи технологияларды енгізу оқушылардың білім сапасын арттырып, олардың пәнге деген қызығушылығын оятуға әкеледі. Яғни бұл жерде жалпы тарау бойынша сабақтарды жоспарлау көрсетілген. Екінші бөлімде тұрақтылау бөлімі, ол заманауи ақпараттық технологиялар география пәнін оқытуда оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, келесі бөлімдерге, яғни тарауларға бөліп береді. Кеңістік деректерді визуализациялау, географиялық құбылыстарды модельдеу, интерактивті құралдар арқылы оқытуды жекелендіру. Яғни әрбір тақырып бойынша жеке-жеке жоспар құрылады, және оған арнайы тапсырмалар бекітіледі. Мысал ретінде қазір соған тоқталып өтеміз. Мына жерде ақпараттық технологиялардың негізгі түрлері және оларды қолдану, оған цифрлық карталар құрастыру, географиялық ақпараттар жүйесі, виртуалды экскурсиялар, интерактив тақталар, мультимедиалық материалдар. Міне осының барлығы ақпараттық технологияларға жатады ғой. Енді осының барлығын қолдана отырып, мысалы географиялық деректер және олардың түрлері тақырыбына сәйкес келесі практикалық тапсырмалар ұсынылады. Оған векторлық деректерді өңдеу, растрлық деректерді өңдеу, географиялық деректерді біріктіру, ал содан соң осы тақырыптарға байланысты тест
құрастырылған. Мысалы, мына жерде оқу әдістемелік құралдың өзі көрсетілген, және мына соңғы екінші бөлімінде бағанағы әр тапсырма бойынша мақсаттары, тақырыптары және тест жұмыстары жеке-жеке көрсетіледі. Мысалы, қараңыз, карталарды құру және дизайн деген тақырыпқа байланысты бірінші мақсаты көрсетіледі. Одан соң теориялық лекция бірінші түсіндіру бөлімінде карталарды құру дегеніміз не, картографиялық дизайн дегеніміз не, картографиялық дизайнның негізгі элементтері дегеніміз не, карталарды құру және дизайн принциптері деген, карталарды құру құралдары дегендер жеке-жеке қарастырып өтеді. Және оған байланысты тапсырмалар және тест сұрақтары құрастырылған. Екінші бөлімде семинарлық сабаққа практикалық тапсырмалар жасалған кезде, мысалы, картаны қалай құруға болады, тугисті пайдалана отырып, немесе аңыз жасау, яғни легенда карта дейді ғой, аңыз жасау, яғни ол көп жерде тугис бағдарламасында жасалған картаға қосылу, аңызды қолданылатын символдар мен белгілерді түсіндіріп жазу, аңыздың орнын және өлшемін реттеу деген сияқты тапсырмалар. Тағы да түстер мен шрифттарды қолдану тапсырмалары бар. Көбіне балалардың картамен жұмысын және оны соның ішінде электронды карталармен жұмыс істеумен өткізіледі. Мысал ретінде тест сұрақтары да бар ішінде. Әрбір тақырып бойынша карталарды құру дегеніміз не, картографиялық дизайн дегеніміз не, яғни тақырыпты өте отырып, артынан қорытындылап бір толықтырып балаларды бағалауға өте ыңғайлы тест сұрақтары құрастырылған.